Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін дәмді әрі сәтті шығатын құймақтың рецептісімен бөлісемін. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Ыдысқа жұмыртқамызды саламыз. Үстіне шекерді салып, жақсылап шекер ерігенше араластырамыз. Одан кейін үстіне сүтті құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ұнды бөліп салып, қоюланғанша салып араластырамыз. Осылай қою консистенция пайда болуы керек. Одан кейін бір бокалды алып, жартылай қайнап тұрған суды құйып, үстіне бір шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап араластырып, біздің дайын массамызға құйып, араластырып, бір келгі масса шығарамыз. Ал енді консистенция дайын болды. Одан кейін табамызды жақсылап қыздырып, бетін шамалы майлап, үстіне құйып, қызып тұрған табаға құйып, екі бетін аударып пісіреміз. 2-3 минутта және жай отта пісіреміз. Барлығын осы ретпен орындап шығамыз. Лопатканың көмегімен келесі бетіне аударып, келесі бетінде 2-3 минут пісіріп аламыз. Ал енді біздің құймақтарымыз дайын болды. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлейсіздер. Мен шоколадты глазурды пайдаландым. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет. Сіздермен болған Әйгерім Шынтемірқызы.